Бұл Бен Уитакер, болашақ бокс жұлдызы, мықты бала. Олимпиададан біздің үмітіміз көрде тұр. Сен шынында мықтысың ба? Мен рингте де, өмірде де мықтымын. Кезінде Рой Джонстың боксы жанкүйерлерді қалай таңдай қақтырса, қазір Бен Уитакердің де боксы желіні солай жарып жатыр. Уитакер қарсыласын тек мазақ етіп қана қоймайды, жалыққан кезде ұйықтатып та жібере алады. Қазір көптеген жанкүйерлер бокстан жайлап сөніп бара жатқан қызығушылықты қайта оралтатын бірден бір боксшы ретінде Бен Уитакерден үміт күтіп отыр. Беннің жасы бар болғаны 27-те екендігін есепке алсақ, болашақта біраз белестерді бағындыру да мүмкін. Біз бүгін осы бір британдық боксшының мансабына толығырақ тоқтала кететін боламыз. Ассалаумағалейкум достар. Әлемдік бокс жайлы қызықты ақпараттар беретін әлем боксының арнасына қош келдіңіздер. Бенджамин Уитакер 1997 жылдың 6 маусымында Ұлыбританияның Уэст Бромвич қаласында дүниеге келеді. Бен жастайынан қолда-аяққа тұрмайтын тентектеу бала болып өседі. Сабаққа мүлде мойын бұрғысы келмейтін оның аптығын басу үшін әкесі әртүрлі спорттарға береді. Бірде Бен 15 жасқа толғанда әкесі шақырып алып, не боксты, не футболды таңдауын бұйырады. Сөз соңында Беннен жақсы футболшы шықпайтындығын да ескертеді. Астарлап айтылған ақылды бірден түсінген Уитакер бір жолы боксқа бет қояды. Бойы мен қолдары ұзын, әрі жылдам соғатын Бен негізінен қарымта соққыда өнер көрсеткенді ұнатады. Бірақ арасында қарсыласпен қаймықпай соққылмасуға да бар. Алғашында 75 келіде Англияның бірнеше дүркін чемпионы атанып, бүкіл әлемдік бокс сериясында да қарсылас шақ келтірмеген Уитакер 2017 жылы Европа чемпионатында украиндық Александр Хижнякпен жолығады. Басында Бен өз мәндерінде алыс қашықтан жағдайды бақылауда ұстайды. Дегенмен уақыт өте келе қыз балыққа салына бастаған ол Хижнякпен соққылмаса бастайды. Хижнякқа да керегі осы болатын. Бұл жекпе-жекте төрешілер жеңісті украиндық боксшыға береді. Вкладається в удари українець, відчувається, наскільки він хоче нокаутувати опонента. Хижняк зробив вірне рішення, що я казав. Розрахунок. Александр Хижняк. Осыдан соң ағзасы 75 келіге сыймай бара жатқан Бен 81 келіге көтеріліп, 2019 жылғы әлем чемпионатының жартылай финалында өзбек Дилшотбек Рузметовпен жолығады. Уитакер бұл жекпе-жекте қашықтан атысудан өзбек боксшысына таза жеңіліп қалады. Пандемияға байланысты Токио Олимпиадасының кейінгі шегерілуінен Бен әуесқой боксты тастап, кәсіпқой боксқа ауысуды ойластыра бастайды. Алайда Олимпиада 2021 жылы өтетін болған соң бапкерлері қатысуға көндіреді. Мұнда жартылай финалға дейін жеткен ол ресейлік Имам Хатаевпен жолығады. Хатаев осының алдында ғана испандық боксшыны нокаутқа жіберген болатын. Бірақ жекпе-жек үстінде Уитакер Хатаевтан айласын асырып кетеді. Хатаев қатайып алып қанша тырысқанмен Беннің ұзын қолдарына тіреліп қала береді. Ресейлік боксшыға қашықтықты қысқартудың сәті түсе қалған күннің өзінде Уитакер мысық секілді сытылып шығып кете береді. Финалда Бен Рио Олимпиадасының чемпионы кубалық Арлен Лопеспен кездеседі. Ақтасынға шығардан алдын Уитакер оң иығын жарақаттап алған көрінеді. Сол себепті ол жекпе-жек барысында тек сол қолмен жұдырықтасуға мәжбүр болады. Бұл өз кезегінде кубалық боксшының еркін бокстасуына мүмкіндік береді.
здесь неплохо. Алайда денесі қыза келе оң қолында іске қоса бастаған Бен жекпе-жек соңын өз қанжығасына алады. Хорошая. Неплохо по туловищу здесь. Мы часто видели в ринге в качестве рефери. С опущенными руками он счастлив серебру. Төрешілердің пікірі екіге жарылып, көпшілік дауыспен жеңіске Арлен Лопес жеткен болатын. Бұл шешімге келіспеген Уитакер марапаттау рәсімінде күміс медальді тағудан бас тартып, қалтасына сала салады. Оның бұл әрекеті кезінде біраз шу болған болатын. Олимпиададағы жарақатты емдеуге бір жылдай уақыт кетеді. Осы уақыт аралығында құр жатпаған Бен аздап өлең жазып, бейнебаянда түсіріп үлгереді. Демалыс уақыты аяқталған соң 2022 жылдың жазында британдық промоутермен келісімшартқа отырып, бапкерлікке Тайсон Фьюридің бапкері Шугар Хилл Стюартты жалдаған Бен кәсіпқой бокстағы алғашқы жекпе-жегін өткізеді. Уитакер бұл кездесуде жанкүйерлер есінде қалу үшін барлығын жасайды. Қарсыласты алақанына салып серуендеумен қатар жауып тұрған соққыдан билеп боғып қалып та үлгереді. Арасында ауырда жылдам соққылармен шегелеп отыруды да ұмытпайды. Осының барлығын істеп үлгеруге Уитакерге 1,5 раунд қана жеткілікті болады. Арада бар болғаны 20 күн өткенде Сауд Арабиясына келген Бен Усик пен Джошуаның андеркардында Петр Нойзичпен жолығады. Бұл жекпе-жекті Бенға қарсыласын нокаутқа жіберуге сол иығының жарақаты себеп болған көрінеді. Жекпе-жек ортасынан аса тек оң қолмен жұдырықтасып шыққан ол ұпай санымен жеңіске жетеді. Жарақатын емдеуге 8 ай уақыт кетіріп, 2023 жылдың көктемінде рингке оралған ол Джордан Грант есімді боксшымен кездеседі. Насим Хамед секілді киініп шыққан Бен алғашқы секундтан бастап қалжыңға баса бастайды. Бірақ қалжыңның да артында зіл барын Уитакер қарсыласына ұмыттырмайды. Екінші раундта бір құлап тұрған Грант, үшінші раундтағы құлаудан соң қайта көтерілмейді. Арада 2 ай өткенде Бен Словакия боксшысы Владимир Белушскиймен жолығады. Уитакер жекпе-жекті байсалды түрде бастап, қарсыласының бауырын бірнеше соққымен түйреп алады. Дегенмен тез жалыққан ол раунд соңына қарай сайқымазақтыққа салына бастайды. Бір билеп алған соң қайтадан байсалды түр жасап алып, үшінші раундта оң қолдың бірнеше соққысын қарсыласының басына шегелеп тастайды. Белушский дегенмен төзімді боксшы екен. Теңселіп жүрген ол берілуді мүлде ойламайды. Бірақ жүйкесі шыдамаған рефери жекпе-жектің бітуіне 1 минут қалғанда ара түседі. Уитакер 2023 жылдың соңында Стивен Дредхай есімді боксшымен кездеседі. Дредхайдың бойы Уитакерден кем түспейді екен. Сол себепті алғашында Беннің тура соққылары қарындас тура соққыға тіреліп қала береді. Алайда тез арада қарсыласты есептеп алған Уитакер өзінің ыңғайлы мәдерін тауып алады. Қысымды күрт күшейткен Бен үшінші раундта қарсыласының тұмсығын бұзады. Тынымсыз шабуылдан қорғану үшін бейберекет соққылар жасай бастаған Дредхайда Бен 4-ші раундта әдемі қарымта соққыға ұстайды. Уитакер 2024 жылда Халид Грайдия есімді боксшымен кездесуімен бастайды.
Алғашқы минуттан бастап қарсыласының бауырын нысана қыла бастаған Бен екінші раундта нысананы атып түсіреді. Асықпай демалып орнынан көтерілген тәжірибелі Грейдия Уитакердің мазағына ұшырайды. Қарсыласының барлық соққыларынан жалтарып үлгеріп жүрген Бен арасында ауыр соққыларында қадап отырады. Жағдайдың толық өз бақылауында екендігін сезген Уитакер енді мүлде еркінси бастайды. Арасында қызып кетіп қолғаптың сыртымен ұрған үшін және шапалақпен ұрған үшін рефериден ескерту естіп қалады. Бұған ренжіп қалған Бен 5-ші раундта өшін қарсыласынан алады. Осындай жарқын мәнері мен қызыл тілінің арқасында Бен Уитакердің танымалдылығы желіде тіпті арта бастайды. Биыл көктемде ол өз секілді проспект боксшылардың бірі Леон Уиллингспен кездескен болатын. Бен әдетінше қарсыластың бауыр тұсын нысана қалып, көп ұзамай нокдаун ашады. Бірақ кештің тез бітуін қаламаған ол қарсыласына есін жиюға мүмкіндік береді. Мүмкіндікті пайдаланып қалған Уиллингс екінші раундтан бастап аздап қарызын қайтара бастайды. Бұл өз кезегінде Уитакерді белсендірек шабуылдауға итермелейді. Бірақ бір дәмге кіріп алған Уиллингс оңайлықпен берілмейтіндігін байқатады. Бұл жекпе-жекте Уитакер ұпай санымен жеңіске жетеді. Бен соңғы жекпе-жегін биыл маусым айында әлі жеңіліс көрмеген нигериялық Эзра Аринека есімді боксшыға қарсы өткізген болатын. Эзра жекпе-жекке дейін Уитакердің біраз қытығына тиеді. Жекпе-жек үстінде де Эзра қарсыласының мәнерін мазақ ете бастайды. Алайда шын боксқа келгенде Уитакер қарсыласынан оқ бойы озық болатын. Бірақ бұған еш саспаған Эзра кез келген тәсілмен болсын қарсыласын ұрып қалуға тырыса бастайды. Кезекті қарбалас кезінде Эзра Бенді жамбастан да салып жібереді. Бұған Уитакер өз кезегінде укулалармен жауап береді. Соққы тигізе алмай қаны қайнап тұрған Эзра үзіліс кезінде өзінен кешірім сұрамақ болып барған Беннің жағынан баспен қойып қалады. 7-ші раунд соңында нигериялық боксшы қарсыласын енді шынтақпен ұрып бір ұпайынан айырылады. Бірақ бұның барлығы Уитакердің көңіл күйіне еш әсер етпей, ол жағдайды бақылауында ұстауын жалғастырады. Дегенмен Эзраның жеңіске жету үшін тіпті адам өлтіруге дайын екендігін сезген Бен қатерге бас тікпей жекпе-жекті сақ аяқтайды. Бірақ жекпе-жек соңында Эзраның өзінің де беті қайтып қалғандығы байқалады. Бен осы жеңіс арқылы 79 келідегі IBF International белдігімен қоса мансабындағы ең көп ақшасы $200,000 алған көрінеді. Қазір Бен Уитакердің жасы 27-те және кәсіпқой боксқа ауысқанына 2 жыл ғана болды. Осы уақытқа дейін ол 8 жекпе-жек өткізіп, оның 6-ын уақытынан бұрын аяқтаған екен. Әлі шала-шарпы статистикасына қарамастан Уитакер қазірдің өзінде әлемге танымал, ал Британияда тіпті жұлдыз саналады. Бұл өз кезегінде оған жұлдызды қарсылас табу мүмкіндігін жеңілдетеді. Уитакер әлем мықты қарсыластармен сынақтан өткен жоқ, бірақ боксшылық қабілеті жоғары екендігі күмәнсіз. Енді чемпиондармен бәсекелесе ала ма, оны уақыт көрсете жатар. Міне достар, Бен Уитакердің мансабы қазірше осындай екен. Егер видео ұнаса, міндетті түрде лайк басып каналға тіркеле кетіңіздер. Сіздермен болған әлем боксының арнасы.